Али кешкісін балаларына ашуланып үйден шығып кетеді. Оның жанын мазалаған жалғыз ой Каролин, ол бірден ауруханаға барып, оған үйде болған жағдайды баяндап береді. Али ертең оны өз үйіне алып баратынын айтып, Каролиннің көңілін көтеруге тырысады. Ол жалғыз қалдырғысы келмеген, ол түні бойы қасында болуды жөн көреді. Таң ата екеуі ауруханадан шығып, бірге үйге жол тартады. Осы сәтте түрмеде Жәмиле қатты соққыдан әжетханада ес-түссіз жатыр еді. Оны көрген Хатиджа дереу күзетшіні шақыртады. Дәрігер Жәмилені тексеріп, не болғанын сұрағанымен, ол шындықты жасырып, жай ғана сабынға аяғы тайып құлап қалғанын айтады. Көп ұзамай Жәмиленің адвокаты келеді. Адвокаттың жылы сөздері мен сенімді көзқарасы Жәмиленің ішіндегі бар шындықты ақтаруына себеп болады. Ақыры ол шыдамай, өзіне жасалған зорлық-зомбылықты мойындайды. Екі әйел оны ұрып-соғып, неке жүзігін тартып алған. Адвокат оның жағдайын мұқият тыңдап, жалғыз жол ажырасуға келісу екенін түсіндіреді. Хасифе немерелерін көруге үйіне келгенде, балалар оған түнде болған оқиғаны бастан аяқ айтып береді. Естігендері жанына батып, қатты сасып қалған әже не істерін білмей, үнсіз қалады. Сол күні таңертең балалар сабаққа бара жатқанда, кенеттен әкелері Алидің таксиден түскенін көреді. Бірақ ол жалғыз емес, жанында Каролин бар еді. Бұл көрініс әсіресе Метенің ашуын өршітіп, ол бірден қарсы шығады. Али мен ұлының арасында ауыр сөздер айтылып, дау-дамай төбелеске ұласады. Осы сәтте есікті ашқан Хасифе Каролинді үйге кіргізбеуге тырысады. Алайда Али ешкімге қарамастан, анасын үйден жетектеп шығарып жібереді. Осман да бұл жағдайға қарсы болып, есікті жауып тастамақ болады, бірақ әкесінің айтқанынан қайтпайтынын көріп, ашуға булығады. Балалары әжесімен бірге жылап үй сыртында тұр. Олар әкелерінің бұл қылығына күйініп, оған ауыр сөздер айтып, енді ешқашан оны кешірмейтіндерін білдіреді. Үйде Али Каролинмен оңаша қалып, оның жағдайын жасап, өз жанына батқандарды ашық айтып береді. Ол бұрынғы қателіктерін, балалары мен әйелін ренжіткенін мойындап, қатты өкініш білдіреді. Көз жасына ерік берген ол өткенді өзгерте алмайтынын айтады. Ал Каролин болса болашақты басқаша құруға болатынын, және оның жан азабын түсініп, Алиді жұбатып, әрдайым қасында болатынын айтып сендіреді. Осы кезде кенеттен есік қайтадан қағылады. Келген Хасифе анасы ашуға булығып, ұлының әрекетіне қатты қапа болғанын білдіреді. Балалары далада қалғанда, Жәмиле түрмеде отырғанда, Алидің бұл жағдайды өз пайдасына шешіп, өмірін қайта құруға тырысуы оған ауыр тиді. Али сабырлы қалыппен анасына жағдайды түсіндіруге тырысты. Каролин егер арызын қайтарып алмаса, бұл тек Жәмиле мен балалардың өмірін одан сайын қиындататынын түсіндіреді. Бірақ Хасифе оны тыңдағысы келмеді. Ол бөлмеге кіріп, немерелерінің заттарын жинай бастады. Сол сәтте Каролин оның қасына келіп, енді Алидің жанында өзінің болатынын айтып, жаңа өмір бастағандарын жұмсақ үнмен жеткізді. Бірақ бұл сөздер Хасифенің ашуын одан сайын қоздырып, Каролиннің бетіне түкіріп ештеңе деместен үйден шығып кетеді. Әжесі немерелерін алып, Кемаль баласының үйіне қарай бет алды. Хасифе немерелерін алып, Кемальдің үйіне келгенде, келіні оларды жақтырмай, бұл жерде қалуларына қарсы шығады. Алайда Хасифе оған қатаң сөйлеп, бәрібір осында болатынын айтып көндіреді. Сол уақытта көше тұрғындары арасында үлкен өсек тарайды. Көршілер Алидің қылығын сөз етіп, Жәмиле түрмеде жатқанда оның балаларын далаға қуып шығып, көңілдесін үйіне кіргізгенін айтып, наразылық білдіреді. Түрмеде болған жағдайды адвокат Беринге жеткізеді. Бұл хабарды естіген Берин көзіне жас алып, шарасыз күйде қалады. Осы сәтте оның жанына Айтен келіп, оны жұбатуға тырысады. Берин өзіне ауыр соққы болған анасының жайттарын айтып, Айтенге Каханның оған батылдықпен сезімін білдіргенін, ал Ахметтің тек саясатты ойлап, оған сүйетінін айтпағанын жеткізеді. Бірақ соған қарамастан, жүрегі Ахметті ұнатып қалғанын мойындап, жылап кетеді. Кешкісін бәрі дастархан басына жиналғанда, Берин Кемаль көкесіне анасының түрмеде бастан кешкендері туралы айтады. Кемаль бұл жағдайдың бүкіл әулет үшін үлкен масқараға айналғанын түсінеді, анасының түрмеден шығу үшін бір амал қарастыратынын айтып, әңгімені қысқа қайырады. Түнгі уақытта Айлин Беринге сөнерге хабарласу үшін дүкенге баратынын айтып, үйден шығып кетеді. Алайда оларды байқамағандай Месуде төсекте ұйықтаған кейіп танытып, бәрін естіп жатады. Айлин дүкенге жетіп, сөнерге қоңырау шалады. Көп ұзамай сөнер дүкеннің маңына келеді. Айлин оған анасының түрмедегі жағдайын, әкесінің басқа әйелді үйге кіргізіп, оларды далаға қуып шыққанын, қазіргі дәрменсіз күйін айтып көмек сұрайды. Дәл осы кезде Месуде төсектен тұрып, ашуға булығып, Айлиннің сыртқа шығып, бір жігітпен кездесіп тұрғанын әкесіне жеткізеді.
Бұны естіген Кемаль бірден далаға шығып, Айлин мен Сөнерді бірге тұрған жерінен көреді. Ашуға мінген ол Айлинге дүрсе қоя беріп, ата-анасы жоқ кезде әкесіндей ер адаммен кездесіп жүргенін бетіне басады. Ол теңізде ұзақ жүретін әкесінің дұрыс тәрбие бере алмағанын, ал аналарының мүлдем тәрбие көрсетпегенін айтып, енді өзі бәріне қатаң тәртіп орнататынын мәлімдейді. Егер бұл үйде тұрғылары келсе, отбасының атына кір келтірмеулерін талап етеді. Бұған қарсы шыққандардың аяғын сындырудан да тайынбайтынын айтып қорқытады. Бұл сөздерден кейін ашуға булыққан Мете шыдай алмай, Кемальға жұдырық ала жүгіріп, екеуі төбелесіп кетеді. Үйдегілер оларды ажыратып, бірақ шиеленіскен жағдайды тоқтата алмайды. Ақыры Мете ызамен үйден шығып кетеді. Оның артынан Берин мен Айлин жүгіріп, үшеуі көшеде бір-бірін құшақтап, демдерін әрең басып отырады. Осы сәтте оларға Осман да келіп қосылады. Ол да бұл үйде қалғысы келмейтінін, мұндағы адамдардың өзіне ұнамайтынын айтып, бауырларымен бірге болғысы келетінін білдіреді. Ал бұл уақытта Сөнер үйіне келіп, Сүлейманға түрмеде Жәмиленің жүзігін тартып алған әйелдердің есімдерін айтып, бұл мәселені шешуді тапсырады. Мете Айлинге ұрсып, неге далаға шыққанына ашуланды. Айлин анасына көмектесу үшін далада біреумен сөйлескенін, бірақ бұл ұзақ әңгіме екенін айтты. Осы сәтте Берин араласып, оларға ұрыспау керектігін ескертті. Ол ең маңыздысы бір жақты болу екенін түсіндірді. Дәл осы уақытта олардың қасына Хасифе әжесі келіп, оларды шақырып алды. Ол көрші әйел Суфиланың үйіне барып, отбасында болған жағдайды айтып, Жәмиле шыққанша балалар осы жерде болуды өтінеді. Суфила келісім беріп, балаларды өз үйіне қондырды. Осы кезде түрме күзетшісі Жәмиленің неке жүзігін ұрлаған екі әйелді жеке шақырып алады. Екі әйелді Сүлеймен күтіп, оларды қорқытып, жүзікті қайтаруды талап етті, және Жәмилеге ендігәрі тиіспеулерін бұйырды. Таңертең әлгі екі әйел өз қателіктерін мойындап, Жәмиледен кешірім сұрап, жүзікті қайтарып береді. Жәмиле бұл жағдайды түсінбей қатты қуанады. Сол күні балалар аналарымен кездесу үшін түрмеге бармақ болды. Жолда Нариман жеңгесі Алидің үйіне ыстық тамақ көтеріп бара жатқанын көріп қалады. Есікті Каролин ашады. Нариман Каролиннің жағдайын білу үшін келген еді. Бұл жағдайды көрген Алидің балдары ашуланып, бұл шектен шыққандық дейді де, әжелерімен бірге түрмеге бет алды. Түрмеге келген кезде олар әкесін көріп қалды. Алайда балалар әкесімен амандаспай, тіпті көрмегендей кейіп танытты. Балалар аналарына жолығып көз жастарын тыя алмады. Жәмиле оларға сабақты үзбеуді, үйді таза ұстауды тапсырады. Осы кезде Хасифе оған жағдайдың мүлде басқаша екенін айтты. Балаларды әкелері үйден қуып шыққанын, және Кемалдың да оларды жақтырмағанын жеткізді. Бірақ оған Алидің жаман іс-әрекетін айтпай жасырып қалды. Балалар қазір Суфиланың үйінде тұрып жатқанын айтты. Балалары кетіп қалғаннан кейін, енесі Жәмилеге қарап, басқа амалы қалмағанын түсіндірді. Егер балаларының болашағын ойласа, ажырасуға келісуі керек екенін түсіндірді. Осы екі арада Али де келіп Жәмилеге енді оны сүймейтінін, және басқа әйелді сүйетінін айтты. Жәмиле болса өзінің әйел екенін баяғыда ұмытқанын, барлық қиындықты жалғыз өзі еңсергенін айтып, неке жүзігін шешіп, Алидің алдына лақтырып жіберді. Ол ажырасуға келісетінін, ендігі өмірін балалармен бірге өткізетінін жеткізеді. Ахмет университет маңында студенттерді жинап, Америка империализмін айыптаған ереуіл ұйымдастырды. Алайда көп ұзамай қарама-қарсы топ келіп, коммунистерге қарсы ұран көтеріп, қақтығыс басталып кетті. Студенттер мен екінші топ арасында қырғын төбелес орын алды. Сол сәтте алаңда Берин, Айтен және Каханда болған. Аласапыран кезінде бір адам Беринді күшпен алып кетпек болғанда, бұл жағдайды байқап қалған Ахмет оның соңынан жүгірді. Алайда әлгі адам Ахметке қарсы шығып, екеуі қақтығысып қалды. Ахметті басқалары да жабыла ұрып, қатты жарақаттады. Ахметтің ауыр соққыға жығылғанын көрген Берин шыдай алмай, олардан тоқтауды өтінді. Алайда Айтен мен Кахан оны ұстап, бұл жерден кету керектігін айтып, сүйреп алып кетті. Ахметтің өмірі қатерге түскен кезде, оның әйелі кенеттен пайда болып, төбелесті тоқтатуды талап етті. Ол қолына қару алып, күйеуін босатуды бұйырды. Сол күні сабақтан кейін Сонер Айлинді мектеп маңында күтіп тұрды. Екеуі оңаша жерге барып сөйлесті. Айлин оған анасына жасаған жақсылығы үшін алғысын білдіріп, мәселенің тез шешілгеніне таңданысын жасырмады. Сонер оған жан-жақта сенімді адамдары бар екенін айтты. Кейін ол Айлинді кешкі асқа шақырып, бір-бірін жақынырақ танығысы келетінін жеткізді. Кешкісін Али Каролинге ажырасуға келіскенін айтып, оны қуантты.
Алайда ол үйді тез арада босату керектігін, өйткені жақын арада түрмеден Жәмиле шығатынын айтты. Ал Каролин болса, ажырасуға Жәмиле нақты құжаттарға қол қойған кезде ғана арызын қайтып алатынын түсіндірді. Ол Алиден неке жүзігін тақпауды сұрады, және тек онымен некелескенде жаңа неке жүзік тағуын айтты. Алайда Али оған арызын қайтып алған кезде ғана неке жүзігін шешетінін жеткізді. Ертеңіне түрме ішінде Жәмиле адвокатымен кездесіп, ажырасу қағазына қол қойды. Дәл сол сәтте Каролин де өз арызын қайтарып алды. 2 күннен кейін сот шешімі шығып, Жәмиле айыпсыз деп танылып, түрмеден босатылатын болды. Балалары бұл жаңалықты естіп, қуана құшақтарына алды. Алайда босату құжаттарын рәсімдеу қажет болғандықтан, Жәмиле ертеңіне түрмеден шығатын болды. Түрме ішіндегі тұтқындар Жәмиленің босап шығатынын естіп, қуанышпен ән сала бастады. Сол кезде түрме күзетшісі келіп, түрме бастығы оны шақыртып жатқанын айтты. Жәмиле қорқынышпен оның кабинетін бетке алды. Бірақ түрме бастығы оны жылы қабылдап, қуанышты жаңалықпен бөлісті. Оның шығу туралы құжаты дайын, сондықтан бүгін ақ үйіне кете алатынын айтты. Қолына босату қағазын алған Жәмиле шаттанып, үйіне қайтуға бет алды. Осы уақытта Мете ән сабағына қатысып, сабақтан кейін Инжи мұғаліммен сөйлесті. Ол мұғалімнен қызға қандай сыйлық жасауға болатынын сұрады. Инжи оған мандолинада ойнап, ән айту арқылы ерекше сый жасауға кеңес берді және өзі үйретуге дайын екенін жеткізді. Сабақ аяқталған соң, Мете мұғалімнің артынан аңдып, оның мекен жайын анықтап алды. Кеш бата Каролин Алидің ажырасқанын атап өтпек болып, романтикалық кеш ұйымдастырды. Екеуі кеш барысында жақын отырып, жаңа өмірлерін тойлады. Ал осы кезде Жәмиле үйіне жақындап қалған еді. Көршілері оны қуана қарсы алуға жиналды. Алайда ол үйде Каролиннің бар екенін білмейтін еді. Балаларына тосын сый жасамақ болып, есік қоңырауын баспай, өз кілтімен ашып кірді. Бірақ ішке енген бойда әуеннің ойнап тұрғанын естіп, жүрегі дүрсілдеп қоя берді. Жәмиле жоғарғы қабатқа көтерілгенде, көз алдында Али мен Каролин құшақтасып билеп тұр. Екеуі бір-біріне жылы сөздер айтып, сезімдерін білдіріп жатқан еді. Бұл көрініс Жәмиленің жүрегіне қанжардай қадалды.